Восточный пирогқа біз мискамызға 1 жұмыртқаның сарысын, 3 қасық қаймақты, сары майымызды, шекерімізді, ұнымызды және разрыхлителімізді салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ. Қамырды көп илеген сайын піскен кезде песочный тестомыз қатты болып қалады. Сондықтан видеодағыдай жұмсақ болған дұрыс. Формамызға бір қалыпты қылып жайып, вилкамен тесіп, духовкаға жібереміз. Начинкасын дайындап аламыз. Үлкендерін майдалап, қалғандарын сол қалпында бір-бірімен жақсылап араластырып аламыз. Қалаған сухофруктын қолдансақ болады. Енді кремнің сиропын дайындаймыз. 1 бокал шекерге жарты бокал су құямыз. Сөйтіп баяу отта 15 минут қайнатамыз. 3 жұмыртқаның ағын бөліп аламыз. Миксерімізді қосып, баяу көпіре бастаған кезде 2 қасық лимон қышқылын қосамыз. Жұмыртқаның ағы көпірген кезде сиропымызды ыстық күйінде жайлап құя бастаймыз. Бірден барлығын құйып жіберуге болмайды, пісіп кетуі мүмкін жұмыртқамыз. Біртіндеп құямыз. Нәтижесінде мынандай әдемі крем шығу керек. Духовкадан шыққан пирогымызды алып, тураған сухофруктымызды саламыз. Үстіне кремімізді саламыз. Кремімізді бір қалыпты қылып жағып, видеодағыдай әрекеттерді жасап, тауларды жасаймыз. Формаға тигізе берудің қажеті жоқ. Өйткені кейін шешкен кезде кремдер жабысып қалады. Сондықтан жан-жағына тигізбей саламыз кремді. Пешті 320 градусқа қойып, 5-10 минутқа сәл қызарғанша салып аламыз. Сонымен болды, пирогымыз дайын. Түсіп кетеді деп қорқудың қажеті жоқ, себебі бұл меренга емес, белковый крем. Өте дәмді болады.